Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Математика сабағындағы тақырыбымыз пропорционал бөлуге берілген есептер. Кітабымыздың 91-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Бұлай дейді балалар: сағатына бірдей мөлшерде жанармай жұмсай отырып, автокөлік 4 сағат ішінде 36 литр жанармай жұмсады. 4 сағаттың ішінде 36 литр жанармай жұмсады. 36 литр жанармай жұмсады. Жұмсады дегенді балалар мен осылай қысқарта салайын. Дәл осындай мөлшерде жанармай жұмсайтын болса, 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай керек дейді. 7 сағат жүретін болса, қанша литр жанармай қажет? Енді балалар, біз бұл тапсырманы қалай орындаймыз? Жаңа сендерге мен басында бүгінгі біздің тақырыбымыз пропорционал бөлуге берілген өрнектер дедім. Олай болатын болса, балалар, біздің бірінші амалымыз бөлу амалы болады. Мына 36 литрді 4 сағатқа бөліп, 36 литрді 4 сағатқа бөліп, жәнегі өнімділікті тауып аламыз. Бір сағатта неше литр бензин жұмсайтынын білеміз. 36-ны 4-ке бөлетін болсақ, балалар, 9 болады. 9 литрді сағатына жұмсайды екен. 9 литр сағатына. Енді балалар, бізге 7 сағатта қанша литр жұмсайтынын білу үшін, мынау бізде 1 сағатта жұмсайтыны 9 литр, ал 7 сағаттағын табу үшін 9-ды 7-ге көбейтеміз. 9 литр сағатына жұмсайтын болса, 7 сағаттағыны табу үшін 7 сағатқа көбейтеміз. Сағат пен сағат бізде жойылып кетеді. 9-ға 7-ні көбейтеміз. 7 9-ымыз 63 литр. Олай болатын болса, балалар, бізде жауабында жазамыз. 7 сағатта 63 литр бензин жұмсайды екен. 63 литр бензин жұмсайды екен. Енді балалар, бұл біздегі жәнегі бірінші тапсырма бойынша. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмада бұлай дейді: трактор жүргізушісі кішігірім трактормен 4 сағат ішінде 5000 квадрат метр жерді жыртты. Дәл осындай еңбек өнімділігімен ол 8 сағаттық жұмыс күнінде қанша квадрат метр жерді жыртады? Балалар, трактор жүргізушісі 4 сағат ішінде 5000 квадрат метр жерді жыртады дейді. 5000. Бұл 4 сағатта орындалатын жұмыс. 5000 квадрат метр жер. Дәл осындай еңбек өнімділігімен ол 8 сағаттық жұмыс күнінде 8 сағат жұмыс істейтін болса, қанша квадрат метр жердің жәнегі жыртады? Жерді жыртады. Жер жыртты деп жазамыз мына жерге. Жер жыртты. Ал мына жерде, балалар, жыртады. Қанша жерді жыртады? Жыртады. Шешуі. Және айтқан болатын, балалар, пропорционал бөлу. Бұл дегеніміз, мына бірінші жолға қараймыз. 5000 квадрат метрді бөлемін 4 сағатқа. Сол кезде маған 1 сағаттағы өнімділік табылады. 5000 квадрат метрді бөлеміз 4 сағатқа. 5000-ді 4-ке бөлетін болсақ, 1, 2, мына жерде 5 және 0. 1250 квадрат метр жерді сағатына жыртады екен, балалар. 1 сағатта 1250 квадрат метр жерді жыртады. Бізге неше сағаттағын табу керек, балалар? 8 сағаттағын. Олай болатын болса, мына 1250 квадрат метр сағатына деген болатынбыз. Осы өнімділікті көбейтеміз 8 сағатқа. 8 сағатқа. Сол кезде бізге, балалар, 8 сағатта орындалған жұмыс шығады. Сендер формуланы білесіңдер, сондықтан мен формула жазып тұрған жоқпын. 1250-ді 8-ге көбейтетін болсақ, балалар, 10.000 болады. 10.000 сағат пен сағат жойылып кетеді, квадрат метр қалады. Енді, балалар, жауабын жазған кезде 8 сағатта
10.000 квадрат метр жерді жыртады деп жазасыңдар. Балалар, бүгінгі біздің пропорционал бөлу деген тақырыбының өзінде балалар бөлу амалының қолданатындығы айтылған. Олай болатын болса, былай шығарады екенбіз. Пропорционал бөлуге арналған есептерді шығару үшін екі амалды орындау қажет. Міне бірінші амал, міне екінші амал. Екі амалды орындау қажет. Олардың біріншісі, міне балалар, бөлу амалы. Осы бөлу амалын орындағаннан кейін осы жәнегі есептің шартындағы бізге сұрақ 8 сағаттағыны сұрап тұр. Осы сұрақтың жауабын одан кейін барып шығаруымызға болады. Олай болатын болса, балалар, тағы да бір қайталап айтам. Пропорционал бөлу екі амалдан тұратын жәнегі есепті шығарасыңдар. Бірінші амал міндетті түрде бөлу амалы болады екен. Мұқият осы жерге қарайсыңдар. Жақсы балалар, сау болыңдар.